Ассалаумағалейкум, құрметті боксер қауым. Жалпы кәсіпқой бокстағы әлемдегі ең соңғы жаңалықтарды сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Америкалық атақты боксшы Шейн Мозлидің ұлы кіші Шейн Мозли америкалық порталдардың біріне берген сұхбатында орта салмақтағы WBO чемпионы біздің отандасымыз Жәнібек Әлімханұлымен айқасқа шыққысы келетінін мәлімдеді. Орта салмақта чемпион болғым келеді. WBA белбеуі үшін Лара Гарсия айқасының жеңімпазы Чарло немесе Жәнібекпен төртеуінің кез келгенімен шыққым келеді деген екен. Негізі өзімнің жеке ойым, Жәнібектің алдыңғы қарсыластары Батлер болмаса Бентли секілді боксшылардан қарағанда Шейн Мозлидің ұлы мен Жәнібектің арасындағы жекпе-жек әлдеқайда жоғары деңгей деп есептеймін. Аты аңызға айналған Майк Тайсон қазіргі таңдағы ең мықты боксшыны атады. Алайда ол жанкүйерлер арасында өте танымал емес. Бірақ өз ісіне келгенде ең мықты боксшы ретінде Теренс Кроуфордты атады. Майк Тайсон сөзі бойынша қазіргі бокстың мүлде басқа екенін атап өтті. Қазіргі таңда танымал болғың келсе, тек мықты боксшы ғана болып қоймай, әлеуметтік желіде де үлкен қолдауың болуға қажет екен. Ол жартылай орта салмақта WBO чемпионы Теренс Кроуфордты мысал етті. Кроуфорд әлемдегі ең мықты боксшы, бірақ оның жекпе-жегіне 5000 билет сатылмайды. Ал енді Гарсия, яғни Райан Гарсия сияқты өте танымал болып кеткендер бар. Оларды көруге арена лық толады. Майк Тайсонның бұл пікірін бүкіл әлемдегі боксшылардың барлығына үндеуі деп қабылдауға болады. Әлеуметтік желіде белсенді болмасаң, билет сата алмайсың. Билет сата алмасаң, ешқандай контрактқа да ие бола алмайсың деген сөз. Атақты америкалық боксшы Эвандер Холлифилд қазіргі таңда ауыр салмақтағы ең мықты боксшы туралы өз ойын айтты. Меніңше, қазіргі таңда ауыр салмақта ең мықты ол Тайсон Фьюри. Кім не десе де, оны әлі ешкім жеңе алмады. Харизм жағынан да, жалпы бокс жағынан да бұл боксшы әлемдегі алыптардың үздігі болып тұр деген екен. Канело өз салмағындағы ең қауіпті боксшымен айқастан бас тартты. Екінші орта салмақта абсолютті чемпион Сауль Канело Альварес америкалық Давид Бенавидеспен жұдырықтасудан бас тартқан екен. Белгілі инсайдер Майк Бенсонның сөзінше, Канело мен Бенавидес жекпе-жегі өтпейді. Мұны Бенавидестің промоутері Сэмпсон Левкович те растаған екен. Левковичтің айтуы бойынша, Канело мен оның бапкері Эдди Райнессо қыркүйекте жұдырықтасу туралы ұсынысқа мүлде жауап бермей қойған. Айта кетейік, дәл қазір осы Бенавидес супер орта салмақта Альварес үшін ең қауіпті қарсылас саналады. Ол екінші орта дивизионда WBC ұйымының уақытша чемпионы. Менің ойымша, Канелоның Бенавидестен бас тартқан себептерінің бірі, Канелоның армандарының бірі 5 салмақ дәрежесінде әлем чемпионы атану. Осы мақсатының жолында бүгінгі күнде Бенавидеспен жекпе-жек қызықсыз болуы әбден мүмкін. Себебі қауесеттерге байланысты Альварес пен 90 келі 700 грамм, яғни крузервейттағы әлем чемпионы WBC тұжырым бойынша Баду Джек пен Альварес арасындағы кездесу Араб Әмірліктерінде қыркүйек айында өтіп қалуы әбден мүмкін. Бұның алдында Канело Дмитрий Биволмен қарымта жекпе-жек өткізу керек болатын. Биволдың көп ақша талап етуіне байланысты Канелоға бұл жекпе-жектің қызығы қалмады. Және одан кейін америкалық Premier Boxing Champions Давид Бенавидесті ұсынған болатын. Ол жекпе-жекке тіпті $40 миллион гонорармен қоса Дазн стримингіндегі ақшаны есептейтін болсақ, 40 миллионнан да көп ақша табатын болатын еді. Бірақ ол ұсынысты Канелоны қызық қылмады. Себебі оның мақсаттарының бірі, тіпті армандарының бірі десек те болады. Ол 5 салмақ дәрежесінде әлем чемпионы атану. Канело мен Баду Джектің жекпе-жегі Skills Challenge промоутерлік компаниясының ұйымдастыруымен өтетін Араб Әмірлігінде өтуі әбден мүмкін. Британиялық боксшы Дензел Бентли және оның командасы Top Rank промоутерлік компаниясымен жаңадан келіссөздер жүргізген екен. Неге қатысты десек, Жәнібек Әлімханұлымен өтетін қарымта кездесуге байланысты. Бентлидің сөзі бойынша, оның промоутері Фрэнк Уоррен Жәнібектің промоутерлік компаниясы мен Әлімханұлы Бентли арасындағы қарымта кездесуге байланысты келіссөздер басталғанын айтқан екен. Және бұл жекпе-жек Ұлыбританияда өтеді деген үміттері де жоқ емес. Бентлидің сөзі бойынша, біз бұл келіссөздерге сенеміз. Бәрі жақсы аяқталып, біздің пайдамызға шешілетініне. Біздерде бұл жекпе-жекке деген үлкен қызығушылығымыз бар. Және біз бұл туралы барлық команда болып тілек тілеп отырмыз. Және біздің тілегіміз Жәнібекті Ұлыбританияға әкеліп, онымен жекпе-жек өткізу деген екен. Естеріңізде болса, Жәнібек Әлімханұлы бұл Дензел Бентлиді 12 раундқа жоспарланған жекпе-жекте ұпай санымен жеңіп, өзінің WBO тұжырым бойынша чемпиондық атағын алғашқы рет қорғап қалған болатын. Менің ойымша, Жәнібек үшін еш қызығы жоқ деп ойлаймын. Себебі Бентли Батлер секілді қарсыластардан қарағанда мықтырақ қарсылас көздеп жүргенін білеміз. Артқа қайтудың ешқандай мағынасы жоқ деп ойлаймын. Сондықтан да отандасымызға сәттілік тілейміз. Алдағы уақытта басқа белбеудің чемпиондарымен
жекпе-жек өткізіп, өз қоржынын майласа деген тілегіміз бар. Және де Өзбекстан астанасы Ташкентте өтетін Lift Promotion промоутерлік компаниясының ұйымдастырылып жатырған үлкен кәсіпқой бокс кешінде бірнеше қазақстандық боксшылар өнер көрсетеді. Олар өткізіп жатқан Golden Contract турнирінің 79 келі салмақ дәрежесінде Қазақстан намысын Михаил Каханчик пен Артем Пчеляков сынды боксшыларымыз қорғайтын болады. Қазақстандықтардан басқа тағы бір 2 тәжікстандық боксшы, 1 қырғызстандық боксшы және 3 өзбекстандық боксшылар бұл үздік 8-дікке қосылғалы отыр екен. Араларында мықты боксшыларының ретінде өзбекстандық Рузметовті де байқап қалдық. Рузметовке келетін болсақ, 2019 жылғы Азия және әлем чемпионатының күміс жүлдегері. Ал бұның алдында басталып кеткен Golden Contract турнирі 63,5 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсететін Дилшат Нұрым бұл турнирдің ақтық бәсекесіне шықты. Кеше ғана әлем чемпионатында Өзбекстан құрама командасының атынан 60 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен Муджибулла Турсунов пен шаршалаңға көтерілетін Дилшат WBC тұжырымы бойынша Орта Азия чемпионы атағымен қоса, осы Golden Contract турнирдің жеңімпазы деген атақты сарапқа салатын болады. Бұдан бөлек Қарағанды бокс мектебінің түлегі Нұрслан Сабыров өзінің кәсіпқой бокстағы 10 жекпе-жегінде белбеуге таласатын болады. WBC тұжырымы бойынша Орталық Азия чемпионы атағына ол өзбекстандық 2019 жылғы әлем чемпионы Миразизбек Мирзахалиловқа қарсы 8 раундтық жекпе-жекте күш сынасатын болады. Және де тағы бір қазақстандық R12 промоутерлік компаниясының боксшысы Тайыр Берекет те бұл турнирдің жартылай финалында өнер көрсетеді. Ал Берекет қатысып жатқан салмақ 72 келі салмақ дәрежесі. Отандастарымызға сәттілік тілейміз және де олардың үлкен нәтиже көрсететініне сеніммен қараймыз. Алдағы аптада сіздермен ерекше контенттермен бөлісетін боламын. Өзбекстан астанасы Ташкентте өтетін бокс кешіне байланысты әр күнге сіздерге арнап влог түсіретін боламын. Қазақ бокс жасасын, баршаңызға сәттілік.